Тереңдігі 30 метр құдықтың түбінде 3 ұлу жатыр дейді. Ол 3 ұлу әр күн сайын 18 метрге көтеріледі екен. Бірақ бірінші ұлу қайта 12 метр төмен түседі, екінші ұлу 16 метр төмен түседі, үшінші ұлу 17 метр төмен түседі. Сонда ұлулар құдықтан неше күннен кейін шығады дейді. Яғни біз оны қалай шығарамыз? Сызба арқылы да сызып шығаруға болады, немесе былай есептеп шығаруға болады. Бірінші ұлу бірінші күні 18 метр шықты, оның 12 метр түсті, сонда 6 метр ол биіктікке көтерілді, яғни төменнен. Енді екінші күні ол 6 метрден жаңағы 18 метр жоғары шығады да, қайттан 12 метр төмен түседі. Сонда ол 12 метрға дейін көтерілді деген сөз. Үшінші күні сол 12 метрдан ол 18 метр көтерілген кезде 30 метр. Сонда бірінші ұлу 3 күнде құдықтан шығады екен. Ал екінші ұлу болса, осылай екінші ұлуда бірінші күн 18 метр көтеріледі, бірақ ол 16 метр кейін түседі, яғни 2 метрге түседі. Екінші күні 2 метрге біз тағы да 18 метр көтеріледі, қайттан 16 метр түседі, сонда ол 4 метрге жаңа кішкене болсын биіктейді екен. Осылай есептеп келген кезде екінші ұлу мінекей 7 күнде құдықтан шығады екен. Ал үшінші ұлу бір күнде 18 метр көтеріледі, 17 метр қайттан мінекей кейінге түседі дедік. Яғни ол сонда 1 метр ғана бірінші күні көтеріліпті. Екінші күні 1 метрге біз 18 метрді қайта қосамыз, яғни 18 метр көтерілді ғой. Одан көтеріліп қайттан ол 17 метр төмен түсті. Сонда ол 2 метрге екінші күні көтеріліпті. Осылай есептеп келген кезде үшінші ұлу 13 күн дегенде құдықтан шығыпты. Түсінікті ме? Тағы асықпай өзің бір қарап шыға ғой.